Сәлем достар, менің YouTube каналыма қош келіпсіздер. Бүгін сіздерге бала тәрбиесіне қатысты өзімде қандай кітаптар бар, сол туралы айтып өткім келеді. Бұл енді ең хит өзіме ұнаған кітаптардың бірі. Әйтпесе айта берсең, мен оқыған жалпы электронды кітаптар, жалпы осы баспада шыққан кітаптар өте көп, бірақ та оның барлығын қамту өте қиын, дегенмен маңыздыларын айтып өткім келеді. Ал сіздерден сұрайтыным осы каналға жазылып, менің пайдалы ақпараттарымды тыңдап, лайк басып, коммент қалдырып жүрсеңіздер, мен сіздерге өте үлкен алғыс айтар едім, өйткені ол мен үшін шын мәнінде маңызды. Өйткені мен зерттеген, оқыған нәрселерімді сіздерге айтып, өзімнің біліммен бөліскім келеді. Бұл мен үшін өте маңызды. Сонымен кеттік. Ең алғашқы бала тәрбиесіне қатысты оқыған кітап міне «Одаренные дети». Бұл 1986 жылы басылып шыққан. Авторы негізі Кэрол Эдисон Такс, бірақ та оны аударған Слуцкова мен Бурменская. Яғни бұл Москвада 86 жылы басылып шыққан. Бұл кітап негізі дарынды балдарды қалай анықтауға болады. Яғни қыз баланы мысалға 4 жасынан, ұл баланы 3,5 жасынан ба оның дарындылығын анықтауға болады деген нақты дәлел келтірген. Яғни бұл кітап негізі мұғалімдерге арналған, дегенмен де енді менің жеке ойым, әрбір ана ол өзінің баласының ең алғашқы ұстазы болып келеді. Себебі біз ол баланы жүруге, еңбектеуге, тамақ ішуге, әріп тануға үйретеміз. Жалпы өмірде қалай өзіңді ұстау керек, қай кезде қалай істеу керек деген сияқты ережелерді үйретіп жатамыз. Сондықтан да менің ойымша ең алдымен фундамент мықты болу. Яғни бұл кітап осы жайлы өте мықты кітаптардың бірі. Бұл енді, к сожалению, қазір продажада жоқ. Одан кейін Анатолий Некрасов. Бұл менде өзі бір кішкентай кезінде балам стөлден кішкене аунап кетті да, сол кезде бір страх қалып қалды менде. Сонымен баламен далаға шықсам да, кішкене құлақ қаса, бір жерін ауыртпаса, қатты сондай бір страх болды. Сонда осы кітап маған өте жақсы көмектесті психологиялық тұрғыдан. Жалпы ана қандай болу керек, ана мейірімі дегенне, қорқыныш үрейден қалай құтыламыз, бала тәрбиесі жайлы көп нәрсе айтылған. Енді көбісі айтып жатады, автор шамадан тыс неге философияға, жаңағы сондай бір христиан дініне кетіп қалды деп, бірақ бұл кітап керек емесі бар, әрине келсем, бірақ та өзіңізге керегін алып, керегін алмайсыз. Мен оқыған кітаптардың барлығында, шын айтсам, барлығын қабылдадым, алдым деп айта алмаймын. Кейбір нәрселер менің балама келеді, кейбір нәрселер келмейді. Менің өмірлік өзімнің ұстанымыма келетін, келмейтін нәрселер бар. Сондықтан да ең бастысы ол сіздің интуицияңыз. Негізі бала тәрбиесінде ереже жоқ. Ол интуиция ананың. Яғни сіз оқу барысында қайсы бізге келеді, қайсы келмейді. Осы точно келеді деген сияқты нәрселер болады оқыған кезде. Осылай көптеген кітаптарды оқу арқылы сіз өзіңізге керегін тауып аласыз. Одан кейін енді бұл бала тәрбиесіне арналмаған десек те, бұл аналардың, әкелердің дамуына үлес қосатын ең мықты мотивация кітап деп есептеймін. Бұл кітап менің өмірде қай саланы ары қарай дамытуыма, әлеуметтік желіні бастауыма, әлеуметтік желіні дамытуыма, жалпы өзімді ізденуіме үлес қосқан ең мықты кітаптардың бірі деп айта аламын. Яғни ана, әке дамыса, бала дұрыс тәрбие алады деген ойдамын. Сондықтан мен бұл кітапты да міндетті түрде кіргізіп жатырмын. Одан кейін маған өте қатты ұнаған Кристина Грослоның кітабы «Родители без границ». Бұл кісі Корей ұлтының азаматшасы, көптеген елдерде тұрып, бала тәрбиесін зерттеп, психологиясын зерттеп, осы бір кітапты шығарған болатын. Бұл бір настольная книга каждой мамы деп айталым. Сондықтан осы кітапты міндетті түрде алып көріңіздер. Ресейдің ең мықты авторы Анна Быкова. Бұл кісінің кез келген кітабын алып оқысаңыздар болады, өйткені бұл кісі бала тілін өте жақсы түсінеді. Жалпы мектепке баланы дайындық қалай, жалпы баланы үйде отырып қалай ойыншықсыз дамытуға болады, баламен қандай фразаларды қолдануға болады, дұрыс фразаларды, сондай сияқты нәрселерді өте көп айтады. Памела Друкерман «Французские дети не плюются едой» бұл жаңадан босанған аналарға жақсы. Өйткені ол жерде баланы бастапқыдан қалай жылатпай өсіруге болады, қалай дисциплинировать етуге болады. Жалпы неге Франция мен өзі ақш-тың азаматшасы айырмашылықтары туралы жазады, менталитет туралы жазады. Бұл жерде де енді артығы бар, артық емесі бар, өзіңізге керегіңізді аласыз.
Одан кейін «После 3 уже поздно» деген кітапты суперхит деп айта алмаймын өзім үшін, өйткені бұл жерде шамадан тыс балаға кішкене нагрузка беретін кітаптардың бірі. Дегенмен де баланы дамытуға байланысты айтылатын ақпараттар өте көп. Егер баланы үйде отырып қол жаттығулары немесе жалпы мына логиканы дамытатын ойындармен ойнатам десеңіз, балаға осы «Оригами для мозгов», яғни баланың миымен ақпараттарды қабылдаумен жұмыс жасауды үйрететін кітаптардың бірі болып келеді. Негізі баланы дамытатын кітаптар менде көп, олардың бірі Мария Монтессоридің кез келген кітабын алып оқысаңыздар болады. Одан кейін Джон Грей «Дейтесін емес», мына әсіресе қырсық балалармен қалай сөйлесу керек, сол туралы көп айтылған. Негізі бұл жерде айта берсең өте көп. Міне балаларды жалпы мына жерде көп статистика келтірілген, баламен қалай сөйлескен кезде ол ақпаратты қалай қабылдайды деген өте қызық кітап. Монтессоридің тағы бір кітабы. Одан кейін әкелерге арналған жақсы кітап. Одан кейін барып Юлия Гиппен-Рейтер. Бұл кісінің бұл жерде 3 хит кітабы бар. Бұл негізі Ресейдің ең мықты психологы болып есептеледі. Маған көп жағынан көмектескен кітаптың бірі, сондықтан оқуға кеңес беремін. Жалпы айта берсең кітап өте көп. Оның үстіне электронды кітаптарым бар. Авторлар өте көп. Саммерхилл деген кітап бар, мысалға бала неге мектепте оқығысы келмесе, қалай жалпы оны баулу керек, қабілетін қалай анықтау керек, ондай нәрселер өте көп. Сондықтан да осы айтқан кітаптардың ішінен енді біреуін оқып міндетті түрде бастаңыздар. Мынаның аудио нұсқасы бар интернетте. Осы кітаптардың көбісі интернетте тегін нұсқалар бар, бірақ та не полностью 40 бет сондай. Бастапқыда оқып көріңіз. Егер де ол ұнаса, уже кітапты сатып алуға болады. Бүгінге айтарым осы. Сіздерге үлкен рахмет. Мен бала тәрбиесін зерттейтін журналист маманмын. Есімім Адия Аралбай. Қазір психологияны қатты зерттеп жүрген мамандардың бірімін. Сонымен қатар генетика мен медицинаны, жалпы дұрыс тамақтануды өзім үшін үйреніп жүрген қарапайым қазақтың қара қызымын. Сондықтан да менің парақшама жазылып, әрдайым өздеріңіздің ойларыңызбен бөлісіп отырыңыздар, өйткені мен үшін ол маңызды. Кім қарап жатыр, кім оқып жатыр, кім қандай ақпарат алып жатыр. Сондықтан барлықтарыңызға сәттілік, ізгі тілекпен, Адия Аралбай.